2018 жылы жұрт назарын аударатын спорт жарыстары аз емес. Соның ең негізгісі футболдан әлем чемпионаты. Теледидар алдында тапжылмай көретін біріншіліктің ерекшеліктері көп. Биылғы Ресей жерінде 21 рет өтетін мундиалдың мынандай ерекшеліктері бар. Сіздер үшін таңғажайып тауарлар мен ең тиімді бағалар. Мұның бәрі Joom қосымшасында. Өз телефоныңызға жүктеп алыңыз. Сілтеме төменде. Әлем чемпионаты тұңғыш рет Ресейде өткізіледі. Ресей әлемдік доданы қабылдаушы рейтингі ең төмен ел. FIFA рейтингіндегі қазіргі орны 64. Әлем чемпионаты Ресейдің 11 қаласындағы 12 стадионда өтеді. Әлем чемпионаты 2018 жылдың 14 маусымы мен 15 шілде аралығында өткізіледі. Осы чемпионатқа орайластырып Ресейде 7 стадион – Ростов, Волгоград, Калининград, Самара, Саранск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород жаңадан салынды. 2 стадион Лужники және Екатеринбург қайта жөндеуден өтті. Салынғанына 3-4 жыл ғана болған 3 стадион Открытие, Қазан арена және Фишт қосылды. Ресей мундиалда қабылдайтын 18-ші ел. Бұған дейін тек Мексика, Франция, Италия, Бразилия, Германия 2 реттен әлем чемпионатын қабылдады. 2002 жылы әлем чемпионаты 2 елде, Оңтүстік Корея мен Жапонияда өтті. 2018 жылы әлем чемпионатына бұған дейін финалдық кезеңдерге шығып көрмеген 2 құрама Исландия мен Панама қатысады. Перу 36 жыл үзілістен кейін соңғы рет 1982 жылы қатысты. Египет 28 жылдан кейін 1990 жылы. Марокко 28 жылдан кейін 1998 жылы қатысқан болса, Сауд Арабиясы 12 жылдан кейін соңғы рет 2006 жылы әлем чемпионатына қатысқан екен. Биылғы додаға әлем чемпионы атанған құрамалар ішінен Италия ғана қатыса алмайды. Итальяндықтар 1958 жылдан кейін араға 60 жыл салып, мундиал жолдамасынан тыс қалды. Басқа чемпиондар Уругвай, Бразилия, Германия, Англия, Аргентина, Франция және Испания құрамалары дода көркін қыздыратын болады. Бразилия барлық әлем чемпионатына үздіксіз қатысып келе жатқан жалғыз құрама. 2018 жылғы әлем чемпионатының ресми бойтұмары Забивака есімді қасқыр. Оны дизайнер-студент Екатерина Бочарова жасап шығарды. Интернетте дауыс беру қорытындысы бойынша Забивака жолбарыс пен мысықты артта қалдырды. Ресейдегі додада тұңғыш рет бейне қайталау пайдаланылады. Мундиалдың ашылу салтанаты мен финалдық матч Лужники стадионында өткізіледі. Турнирдің беташар матчында Ресей мен Сауд Арабиясы кездеседі. FIFA әлем чемпионатының сыйақы қорын молайтты. Енді чемпион құрама 50 миллион ақш долларын иеленеді. 2014 жыл чемпион 35 миллион доллар алған еді. Бұл чемпионатқа қатысатын 32 құрамаға 582 миллион доллар сыйақы бөлінген. 4 жыл бұрын бұл көрсеткіш 476 миллион еді. Жаңа талап бойынша әлем чемпионаты кезінде қарсыласын нәсілдік тұрғыда жәбірлеген немесе шыдамдылық танытпаған оқиға болып жатса, төреші ойынды тоқтата тұруға, тіпті мүлде өткізбеуге де құқылы. Ойын кезінде ойыннан тыс уақытта да барлық командалардың футболшылары ВАДА аккредитациясынан өткен лабораторияға қажетті анализ тапсырады. Биылғы додада Бразилия топ жаратын болса, әлем чемпионы атағын 6 рет иеленеді. Ал Германия чемпион атағын сақтап қалса, Бразилияны қуып жетпек 5 рет. Ресейдегі әлем чемпионатын ұйымдастыруға 20 миллиард долларға жуық ақша жұмсалды. Бұл 2014 жылы Бразилияда өткен мундиалдың шығынымен шамалас. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.